Құрметті азаматтар, көлік құралын тіркеу және жүргізушілерді даярлау қағидаларына түзетулер енгізілді. Олардың негізгілеріне тоқтала кетсем. Біріншіден, біз жоғары сұранысқа ие мемлекеттік нөмірлерді қайта алуды жеңілдеттік. Егер сіз басқа аймаққа көшкен болсаңыз, онда алдыңғы аймақта алынған жоғары сұранысқа ие нөмірді өзіңізде қалдыра аласыз. Сонымен қатар, дәл осындай нөмірлерді жақын туыстарыңызға, яғни ата-анаңызға, бауырларыңызға, балаларыңыз немесе жұбайыңызға қайта рәсімдей аласыз. Біз бұл түзетулерді осыған ұқсас жағдайларға тап болған азаматтардың өтініштерін ескере отырып ұсындық. Екіншіден, көлікті тіркеу процесін жеңілдету үшін біз оның техникалық сипаттамаларына қатысты бірқатар қағаз құжаттардан бас тарттық. Қазақстанда көлікті бастапқы тіркеу кезінде біз бұл құжаттарды мемлекеттік органдардың дерек қорынан электронды түрде алатын боламыз. Сондай-ақ, мемлекеттік қызметтерді алу кезінде алаяқтық әрекеттерді болдырмау мақсатында автокөліктерді сатып алу келісімін нотариалды түрде куәландыру бойынша талапты қайтардық. Дәл осы мақсатта көлікті бастапқы тіркеу, немесе кузовты ауыстыру, қайта жабдықтау, немесе оның түсін ауыстыру барысында міндетті түрде криминалистер тарапынан көліктің тексерілуі енгізілді. Бұдан басқа, А, Б санатындағы жеңіл көліктер мен мотоциклдерге жүргізу куәлігін алу үшін міндетті түрде көлік мектептерінде оқудан өту қажет. Олар көліктердің ең көп таралған түрлері болып табылады. Және талдау көрсеткендей, дәл солар жол көлік оқиғаларына жиі түсіп жатады. Сондықтан, оларды жүргізу үшін кешенді теориялық және практикалық даярлықтан өту қажет. Жалпы 53 түзету қабылданды. Олар ағымдағы жылдың 23 сәуірінен бастап күшіне енді. Құрметті азаматтар, аталған түзетулер ең алдымен жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ азаматтарға полиция тарапынан көрсетілетін қызметтердің сапасын көтеруге бағытталған.